Сәлеметсіздер ме? Мен бүгінгі видеомда жүкті әйелдер босанғанға дейінгі қалай жүру керектігін айтып өткім келіп отыр. Жүктілік кезінде жүкті әйелдерге 2-3 айлығында суды көп ішпе деп айтып жатады. Ол дұрыс емес. Өйткені ол ісініп кетеді деп айтылатын, ісініп кетеді деген жағдайдан туындайтын сөз. Ал ісік болмау үшін суды көп ішкен жақсы, өйткені қан айналысымыз жақсы дұрысталады. Су ішкеннен және де суды көп ішкенде ісіп кететіні де рас. Ал бірақ көп қимыл болатын болса, жаңағы ішкен суын бойына жақсы сіңіретін болса, көп зәрге көп баратын болса, ол әйел ісінбейді. Негізі суды көп ішіп, ісінбейтін жағдайды жасап алу керек. Әркімнің денсаулығы әртүрлі болады. Кей адам су ішеді, жаңағы көп зәрге бармай қалады. Неге көп зәрге бармайды? Ол адам өткені зәрге бармайтыны жаңағы көп қимылдың жоғынан болады. 2 қабатпын мен, жүктілік бар менде, мен жаңағы ісініп кетем деген сияқты ойларды көп миына жинайды. 2 қабат әйелдерде 2 қабат болардан бұрын кішкене ішкі ағзаларын тазалап алған дұрыс. Әсіресе өт жолдарын тазалап, жаңағы өттің көбейіп кетпеуін қадағалау, одан кейін бүйректегі құмдарды, тұздарды жаңағы емдеп, сөйтіп барып 2 қабат болса тіптен жақсы. Әрине ол бізде өні бойы олай кездесе бермейді. Біздің менталитетімізде де білмей қалып 2 қабат болатындар бізде көп. Сондықтан білмей қалып 2 қабат болатындарға айтарым, 2 қабат кезінде көбінесе жаңағы кефирный диета дейді, болмаса жаңағы нанды азайтып, ісініп кетпеу үшін, толып кетпеу үшін нанды азайтып, балаға нәрлі тамақтарды көбірек жесе, ол өте жақсы әсер болады, және балаларға да жақсы болады. Содан кейін екінші тағы да айтарым, әсіресе 2 қабат әйелдерге көп нервничать етпеу. Мен осы алдыңғы видеомда мысалы бір баланы көрсеттім. Сол өте көп әйел күтінбегендіктен, жүйке жүйесіне көп әсер еткендіктен, жаңағы іштегі бала нервный болып туады. Жүйкесі дұрыс болмай туады. Көп толғақ көп болған жағдайда да, және баланың суы кетіп қалатын жағдайлар болады. Дереу сыртқа дереу шыға қоймайтын балалар болады, жаңағы босана алмайтын әйелдер болады. Сондай жағдайда балалардың көбінесе жаңағы нерві жүйке жүйесіне әсер етеді. Жүйке жүйесіне әсер еткеннен кейін ол бала кейін энурез ауруына шалдығады. Болмаса сондай нервіне ұйқысы нашар, домалап ұйықтай алмайтын болады. Сондай тынымсыз бала болып туады. Сондықтан әйелдерге мен айтар едім, әр уақытта жаңағы жүйке жүйені әсіресе дұрыс ұстау керек деп айтар едім. 2 қабат кезінде қандай сен кең болып жүрсең, көңілді болып жүрсең, соғұрлым іштегі балада жайлы жатады. Туғанда да, өскенде де балпиып, кәдімгі ет жеңді болып, тез ет алып, бала өте жақсы болады. Қызыл балық жеу керек, икра жеу керек, тағы да басқа бірдеңелерді жеу керек. Сонда іштегі бала умный болып, ақылды болып туады деп айтып жатады. Жоқ, олай емес. Өзіңіздің ішкіңіз келген, жеңіз келген тамақтарды жей беріңіз. Әрине өте тұзды болмасын, нанды көп жемеңіз. Жаңағы іштегі баланың өсіп кететін жағдайын ойлаңыз. Өте өсіп кететіндей жағдай болатын болса, ол босануыңыз қиын болады, және балаға да қиын болады. Толып кеткен балада қиын болып ісініп туады бала. Ал жаңағы тамақтан ақылды болады деген, мен осы бірнеше алдыма келген кісілерден естідім, әйелдерден. Осындай тамақ жесе, жаңағы бала ақылды болып туады екен. Жоқ, ол олай емес. Ақылды болып туу ата мен ананың жаңағы қаннан тараған ген дейміз ғой, ол геніне байланысты ақылды болып туу. Сондықтан ол жағына жаңағы жеке мазасызданудың қажеті жоқ. Қажеті жоқ негізі. Ал 2 қабат кезде көбінесе көбірек жүріп, көбірек демалып,
далаға көп шығу керек. Өйткені қазіргі таңда балалардың мына басы кислород жетіспей көп туып жатыр. Біздің елде айтады ғой, внутричерепное давление деп айтып жатады. Сол басқа баланың кислород жетіспегендіктен сондай ауруларға әкеп соғып жатады. Және екі қабат әйелдердің екі қабат болардың алдында міндетті түрде, ол жаңағы екі қабат бола салып та міндетті түрде қан тапсырып инфекция болмауын қадағалау керек. Инфекция болатын болса, ол түсікке әкеліп соқтырады. Және инфекция түсік болмай қалған күнде де қазіргі жағдайда білесіздер, аурудың өте түрі көп. Дауна дейді, басқа дейді. Сондай кішкене баланың жаңағы ДЦП болып туылатын жағдайлар болады. Соның барлығы сондай инфекциядан туындайтын дүние. Сондықтан инфекциямен бала көтермеуге тырысыңыздар. Тек қана әйелдерге ғана айтпаймын. Тіптен өздеріңіз енді баланы қазіргі жастар пландап туамыз деп айтады ғой. Ондай пландап туып жатқан жағдайда міндетті түрде ер азаматта, әйелде қан тапсырып, құрамында, жаңағы қанның құрамында инфекция болмаған жағдайда бала көтеріп, баланы көтерген жөн. Өйткені ауру балалар қазір көбейіп кетті. Ол көбейіп кеткен неден? Біздің жастарымыздың батысқа еліктеп, ерте төсектес болуынан, жас жігіттердің жаңағы төсекте басқа жаңағы үйленбей тұрып қыздарменен төсектес болып, сөйтіп бір-біріне қызға инфекция жұқтырып, өзіне инфекция жоқ, сондай жағдайлар көбейіп кетіп жатыр. Сондықтан сіздер өте сақ болыңыздар деп айтқым келеді. Тынығу, жүру, жаңағы тынығып көп жүретін болса, жаңағы бұрынғы кезде айтатын жерің кеңейді деп, босану оңай болады. Әсіресе 40-тан асқан әйелдерге жаңағы көңіл күйі, мен 40-қа келдім, маған босану қиын болады, менің босануым қиын деп өзіне өзі жаңағы миын солай сол дүниеге реттеп алады. Ол дұрыс емес. Қайта мен 40-қа келдім, денемнің барлығын жаңағы босатып, балаға жол беретін болса, ол бала тез босанады. Өйткені босанбай нервничать, сондай ойда жүріп, тіпті нервничать етпей жүргеннің өзінде 40-тан асқан әйелдерде жаңағы көп ойда жүріп, мен қалай босанам, менің босануым қиын болатын болмаса, балалардың арасы қашық болатын болса, солар өте менің босануым қиын болатын болды деп көп ойланып жүрсе, тіптен жаңағы туатын уақытысында, кәдімгі босанатын уақытысынан да асып кетіп, ұзақ уақыт жүріп қалатын жағдайлар болады. Өйткені балалар тып-тыныш жатып алады. Ол баланың, іштегі баланың ойы, іштегі баланың жаңағы жетілуі, барлығы анасына байланысты. Анасының қандай күйде болады, бала да сондай күйде болады. Сондықтан екі қабат кезде сіздер қиналмай, жаңағыдай көңілді жүріп, әдемілікті сақтап, ең әдемі әйел кім десе, екі қабат әйел деген. Сол екі қабат әйел, өзі көбінесе екі қабат әйелдерді байқаймын, өздеріне қарамай, ісініп, енді бойда бала жүргенде оңай емес қой, оны да түсінемін. Дегенменен өзінің әдеміліктерін сақтап, жаңағы туатын, босанатын роддомға әдемі болып барса, қолдарына маникюрін жасап, одан да жаңағы әдеміліктерін, қыз кезіндегі әдеміліктері қандай болса, жүкті емес кезіндегі, сондай әдемілікпен жүруге болады. Содан кейін жүкті әйелдерде көбінесе шашын боямай жатады. Жоқ, ол шаш бояу ештеңеге кедергі жасамайды, тек қана аммиак араласпаған бояулармен, табиғи бояулармен бояп жатса, ол ештеңе етпейді. Енді сондай жүкті әйелдерге айтатыным, көбінесе жаңағы өздерін жақсы ұстап, әдемі күйінен өзгермей, оңай босанудың жолын өзі табу керек. Психосоматика дейміз ғой, адамның миы дұрыс болатын болса, ол тіптен жақсы. Кейбір жағдайда босанып біткеннен кейін әйелдерде послеродовой жаңағы түрлі жүйке аурулары болады. Послеродовой невралгия деп айтады.
ол тіптен қиын болады. Оны қиын болады дейтінім, ол босанғаннан кейін ол әйелге жаңағы көп нервничать етпеу керек. Және қазақтар әр уақытта өздері айтқан ғой, мына қалжалап, мына денені босап кеткен денені жаңағы бекітіп, белің бекіді ме деген сөз осындайдан шыққан. Босанған әйелдің барлық белі, сүйегі босап кетеді. Сондықтан белің бекіді ме деп оны қалжалап, сорпалап, белін бекіткен. Тістері де, мен де жақында ғана бір комментарий жазып жатыр. Тістерім 3 бала тудым, тістерім бірінші баламда күтім болмады, тісім үгіліп түсіп қалды. Екінші баламда тағы аяқтарым ауыратын болды. Үшінші баламда тіптен екі жағымда да тісім түсіп қалды деп жатыр. Сондықтан жеңіл жүрмей, жылы жүріп, жаңағы бойдан шыққан терді, одан ары қарата терлеп, 40-нан шыққанға дейін күтінетін болса, әйел адам өте әдемі болып, әдемілігін ұстанып, бойы тазарып, өзі де артық қандар кетеді ғой. Сондықтан қан тазарып, әдеміленіп, әдемі үстіне әдемі бола береді. Сондықтан жүкті әйелдер сіздерге айтатыным, менің әр уақытта өздеріңізді сақтаңыздар, әр уақытта өздеріңізді осы менің айтқандарымды ойларыңызға ұғып алсаңыздар, еш зияны жоқ, пайдасы тиеді деп ойлаймын. Сіздерге менің айтып жатқан видеом ұнайтын болса, ары қарата лайк басып, комментарий жазып, қай уақытта сұрақ қойсаңыздар да, қай уақытта жауап беруге мен дайынмын. Кейде айтып жатады, жауап бермедіңіз ғой деп жатады. Жоқ, мен бір уақытым болмай қалып жатса да, мен бір тәуліктің ішінде сіздерге жауап беріп отырамын. Ал енді босанған келіншектерге жүктіліктеріңіз жеңіл болып, аман есен оңай босаңыздар деп тілеймін сіздерге.